18 жасқа толған балаларға ата-аналармен көруге рұқсат етілген фильм. Бұл Майк деген жігіт моргке әйелдер келген кезде оның киімін аккуратно қайшысымен жаңағыдай кесіп алады дағын, бұны жақсылап жуып жаңағыдай неге тапсырады ғой енді. Бірақ бұл әйел кәдімгідей оянып көзін ашып кетеді, бірақ қимылдата алмайды, денесімен не қыла алмайды. Бұл есіне түскені әйелдің түнде бұл кішкене мас болып, түнде машина айдаған есінде и соқтығысып аударылғаны, ары қарай дым есінде ештеңе жоқ. Бірақ доктор ешқандай саспай ештеңе деген жоқ. Бұның беттерін жаймен сен міне деп қағаз көрсетіп отыр ғой бетіне ше. Сен өлген адамсың, сен өліп қалдың міне документтерің дейді. Мынау деп жатыр, бірақ ештеңе істей алмай жатыр. Бірақ жай сумен жаңа басындағы жарасын тігіп жатыр ғой. Обезболивающий салып тастады да, мынаның шекесінде жыртылып кеткен, негізі жауып қойған ғой. Соны тігіп жатыр мынау докторшы моргке келген қызды. Сөйтіп, бұның барлық айтқандарын барын доктор елемейді, басын жаймен әдемілеп тігеді. Бірақ қыз ештеңе сезбейді, өйткені оған обезболивающий салып қойған. Сөйтіп, басын тігіп береді. Тігіп бергеннен кейін сағатына қарайды. Сөйтіп бұл ата-анасы келеді жаңа қыздың көруге. Ол кезде ол есінен уже ұйықтап жаңа неге не істеп қалған болатын. Ертең келіңіздер, бұны қазір біз реттеуім керек дейді. Түнде оянады бұл қыз. Түнде оянып есіктің алдына барып жаңағыдай отырады. Өйткені есін жейді ғой енді бағана наркоздан кейін ше. Сөйтіп телефонға звондаса, телефон істемейді. Есіктің қағады. Соның как раз жігіті келіп қалған еді, осы жігіттің жігіті ше. Сөйтіп жігітім ести ма деп ұрған кезде жігіті кіреш қоштасуым керек қызыммен деген кезде оны доктор алдынан шығады да кіргізбей қояды. Бұл енді анаяқта звук изоляция болады, кіре алмайды оның ішіне, дауысын естімейді есікті ұрып жатқан. Айтады, неге менің жаңа немді кіргізбедің деп сұрақ қойып жатыр ғой докторға ше. Бірақ бұл қашқысы келеді, қолына қайшысын алады, доктор жақындаған моментті күтеді да. Киноның аты «Жизнь за гранью». Тіркеліп кетсеңдерші, телеграмға қояды, мынандай код деп жаз деп айтып отқан жоқпын ғой.